Қайырлы күн достар, бүгін мен өзімнің отбасыма арнап, балапандарыма демалыс күні қатпарлы қаттама нан жасадым. Жасалу жолы өте оңай және басты ерекшелігі дрожжды қолданатын боламыз ашытқыны. Сіздер де жасап көріңіздер. 1 стакан жылы сүтімізге дрожжымызды, тұзымызды, ұнымызды салып, жұмсақ қамыр илейміз. 30 минутқа тындыруға қалдырамыз. Өсімдік майы мен сливичный масланы екеуін араластырып ертеміз. 30 минут өткеннен кейін нанымызды бірдей 5 бөлікке бөліп аламыз. Мінекей 5 бөлікке бөлдік. Енді осы бөлінген дөңгелектерді жайып, жаңағы майымызды арасына жағып, шиыршықтап ораймыз. Мінекей. 4 дөңгелектің біреуін осылай жайып, қалған 4 бөлігін дәл видеодағыдай орналастырып, мінекей бетін осылай жауып қалдырамыз. Енді осыны қалында емес, жұқада емес, орташа ғып дөңгелетіп жайып аламыздағы. Қызып тұрған табамызға салып, 1 қасық жаңа ертілген майдан салып, екі жақ бетін аудара отырып, қақпағын жауып, баяу отта пісіріп аламыз. Осымен қаттаманан дайын, жасап көріңіздер. Ұнап жатса лүпіл басып, каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Сіздерден қолдау күтемін. Рахмет барлықтарыңызға.